Қалайсыздар достар, бүгін мен сіздерге өзімнің евродан ашқан сделкамды көрсеткім келіп тұр. Жалпы, как обычно, анализді неделькамен бастаймыз. Неделькамен қарайтын болсақ, бізде не сбалансированный ценовой диапазон болды. Ол бізде мына ценовой диапазон еді. Яғни біз осы ценовой диапазон сбалансированный болмағандықтан пока лонг қарастыру қате болатын еді. Бірінші неделькамен мен шортты көрдім. Бірінші менің ойым осы ең болмағанда имбалансқа қайттан келіп, сосын барып тест жасап лонгқа кетеді деген ой болды. Немесе дальше түсіп кетеді деген ожидание да бар. Енді недельканы ашқаннан кейін, недельканы көргеннен кейін дневканы қарайтын болсақ, дневкада бізде снятие бар, снятие ликвидности бар. Дальше уже көтеріле алмаған. Одан бөлек бізде дневной ФВГ болды, яғни дневной имбаланс болған. Ол имбалансты біздің кешегі күніміз инвертировать етіп тастаған. То есть уже инвертированный имбаланс болды. Содан кейін енді 4 сағатқа ауысатын болсақ, 4 сағаттық не бойынша, 4 сағаттық анализ бойынша бұл жерде бізде тоже ценовой диапазон болды. Біріншіден мына ценовой диапазон, сосын бізде 4 сағаттық имбаланс болды. 4 сағаттық имбаланс бізге не береді? Если order flow көзқарасымен қарайтын болсақ, таңертең баға осы жақтарда жүрді. И біздің неміз бойынша, көзқарасымыз бойынша жоғары көтеріліп, дальше order flow'ды жалғастыру керек болатын. И сол идеямен кірдім. Енді ол идеямен кіру үшін мен 1 сағаттан бірінші мынау ликвидності шешуін күттім, әрине. Және осы ликвидность шешкеннен кейін подтверждение күттім. Көріп тұрғандарымыздай мына жақта подтверждение берген, мына жақта слом структура болған, СНРді бұзған. Мен негізі осы жақтан кірейін деп отырған, бірақ сделканы өткізіп алдым, ұйықтап қалған болатын. Тұрсам, уже баға осы жаққа келіп қалыпты. Сондықтан мен осы жерден уже сделканы ашам деп шештім и осы жерден кірдім. Стопты мына жаққа қойдым, тегті осы жаққа, 1-2 РРмен осылай сделкамыз өзін орындап берген болатын. Жалпы қарапайым логика, order flow'дың логикасымен, ценовой диапазондармен және после подтверждения ғана кіріп отырған түрім. Егер осындай обзорлар қызық болатын болса, менің телеграм каналыма тіркеліп алыңыздар. Сол жақта көбірек ақпарат беретін боламын. Одан бөлек жалпы мен алдыңғы стоптарымды көрсетіп кетемін деп шештім. Себебі стоптарды алғаннан кейін менде уақыт болмады ол туралы айтуға. Менің стоптарым алдыңғы яғни осы аптадағы стоптарыма келетін болсақ, жалпы алтыннан бір стоп ұстадым осы аптада. Ол жерде мен логиканы қате тапқандықтан стоп ұстаған болатымын. Яғни мен ойладым, дневной имбаланстан уже реакция алып бастады. Демек, уже 4 сағаттық ФВГ-дан дальше лонг қарастыруға болады деген ой болды. Яғни мына ФВГ-ны бұзып өтеді деген ой болды менде. Неге енді бұл қате болды, неге дұрыс болған жоқ? Себебі мен 4 сағаттық ФВГ-ны пойзона ретінде алып тұрмын, бірақ мына жақта 1 сағаттық ликвидності шешкеннен кейін соның подтверждениесімен кіріп тұрмын. Ал бұл негізі қате. Неге десеңіздер, 4 сағаттық пойзона болғаннан кейін мен 1 сағаттық пойзонаға уже мән бермеуім керек еді. Яғни снятие ликвидностьқа мән бермеуім керек еді. Дальше уже менің подтверждением уже мына жақта болатын еді. Лонгқа ауысқан подтверждениесі осы жақта болатын еді. Ал мен осы жақтан асығыс кіріп қате жасаған болатынмын. Ал екінші минуспен жабылған сделка осы аптадағы бұл евро-доллармен болды. Евро-доллармен негізі шынымды айтсам, бұл сделка кіретін кезде менде трейдинг вьюда график дұрыс көрсетпей тұрды. Менің ойымда мына жерде уже ликвидность шешілген болды. Яғни менің нем бойынша, трейдинг вьюдағы анализ бойынша PDL-ді шешкен. Сол PDL-ді шешкен кезде 4 сағаттық фракталды шешті деген осылай көрсетіп тұрды менде.
ой, мына жақта мына фракталды шешті деген ой болып тұрды менде. И осы фракталды шешкендіктен уже мына жақта күндік имбаланстан уже қатты реакция алып, бір сағаттықпен уже лонгқа ауысып кетіп жатыр деген ой болды. Ал негізі ол трейдинг вьюда дұрыс осылай көрсетіп тұрғанмен, MetaTraderде басқаша көрсетіп тұр екен, және басқа да брокерлермен қарап көрдім. Басқа да брокерлермен де бұл әлі келмеген болып шықты. Мына свечи жоқ болып шықты. Яғни мына ұшына ғана, осы жақтан ғана былай қайтқан болды. Осы ложный свечамен, яғни ложный графикпен осындай стоп ұстаған боладымын. Енді бұл қателіктер нормально. Себебі бұл трейдинг, ең бастысы риск менеджментті бұзбай, торговый системаны бұзбай, правила бойынша жасалса, ұзақ уақытта дистанцияда плюста болатын боламыз. Жалпы осы келесі разборларға кездескенше сау сәлемет болыңыздар.